Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Қайта қауыштық. Мен Гүлназ дәрігер. Бүгінгі әңгімеміз әр әйелге қатысты. Жас әйелге де, орта жастағыға да, жасы үлкен әпкеге де. Бұл өте кең таралған, бірақ көп әйел дұрыс білмейтін ауру. Бүгін біз жатыр миомасы туралы сөйлесеміз. Жан-жақты, толық. Не екенін, неге пайда болатынын, қандай белгілермен жүретінін, қалай емделетінін. Жатыр миомасы статистика қорқынышты. Әр 4-ші әйелде. 40 жастан асқан әйелдердің жартысында. Бірақ көп әйел ол туралы білмейді, жасырын. Кейде анық белгі болмайды, тек ультра дыбыс жасағанда анықталады. Көп әпке апа, менде миома бар деп айтты, бірақ ол не екенін түсінбедім дейді. Қорқады, уайымдайды. Қатерлі ісік пе дейді, жатырды кесу керек пе дейді. Бүгін мен сіздерге барлығын ашық, түсінікті, қарапайым тілмен айтайын. Видеодан кейін сіз миома туралы толық білетін боласыз. Қорқудың қажеті жоқ, ол шешілетін мәселе. Бірақ елемеуге де болмайды, кей жағдайларда асқынуы мүмкін. Сондықтан бүгінгі видеоны бастан аяқ көріңіздер. Әр сөзді мұқият тыңдаңыздар. Мүмкін бұл видео сіздің денсаулығыңызды сақтайды, немесе жақын адамыңыздың. Алдымен жатыр миомасы дегеніміз не? Жатыр әйел денесіндегі ерекше мүше, іш астында орналасқан. Ал мұрт формасында. Қызметі балаға арналған үй болу. Етеккір кезінде ішкі қабатын сыртқа шығару. Жатыр көк бұлшықет ұлпасынан тұрады. Бұлшықет жатыр қабырғаларын қалыптастырады. Кей кезде осы бұлшықетте қалыпсыз ұлпа өсе бастайды. Түйін пайда болады. Бұл миома. Миома қатерсіз ісік. Қатерсіз дегеніміз қатерлі ісікке ұқсамайды. Көршілес ұлпаларға таралмайды. Метастаз бермейді. Бірақ ол жатырда өсе береді. Кей кезде үлкен, кей кезде кішкене. Кей кезде бір ғана, кей кезде көп. Маңызды нәрсе, миома қатерлі ісікке айналмайды. Дерлік ешқашан. Бұл қорқудың қажеті жоқ. Қатерлі ісік пен миома мүлдем басқа аурулар. Бірақ есте сақтаңыз, кейде миома мен қатерлі ісікті бір-бірімен ажырату қиын. Сондықтан міндетті түрде гинекологтың тексеруі керек. Гистологиялық анализ, егер күмән болса. Енді, миома неден пайда болады? Шынын айту керек, толық себебі әлі белгісіз. Ғалымдар көп жылдар бойы зерттеп жатыр. Кейбір факторлар анықталған. Біріншіден, гормондар, әсіресе эстроген. Эстроген миоманы өсіреді. Сондықтан миома етеккір болатын жаста көбейеді. Жүктілік кезінде өседі. Эстроген көп. Менопаузадан кейін кішірейеді. Эстроген азаяды. Бұл өте маңызды факт. Эстроген миоманың тамағы. Сондықтан гормондық дәрі-дәрмек ішетін әйелдерде миома пайда болуы мүмкін. Екіншіден, генетика. Миома тұқым қуалайды. Анаңызда болса, сізде де болуы ықтимал. Әпкеңізде болса, сізде де. Сондықтан отбасылық тарихты білу маңызды. Үшіншіден, артық салмақ. Артық майлы әйелдерде эстроген көп. Май жасушалары эстроген өндіреді. Артық эстроген миоманы өсіреді. Төртіншіден, нәсіл. Кейбір нәсілдерде миома жиілеу, бірақ бұл бізге аса қатысты емес. Бесіншіден, етеккірдің ертерек басталуы. 9-10 жасында етеккір басталған әйелдерде миома қаупі көбейеді. Алтыншыдан, балалы болмау. Бала көтермеген әйелдерде миома жиі. Себебі жүктілік кезінде жатыр демалмайды, етеккір тоқтайды. Жетіншіден, дұрыс емес тамақтану. Қызыл ет көп жеу, көкөніс аз, миома қаупін көтереді. Д дәруменінің жетіспеуі, миома қаупін көтереді. Сегізіншіден, стресс. Тұрақты стресс гормондарды бұзады. Тоғызыншыдан, ластану. Қоршаған ортада гормонға ұқсас заттар бар. Пластик, парфюмерия, кейбір косметика. Олар гормондық жүйеге кедергі келтіреді. Көрдіңіздер ме? Себептер көп. Жекелей әсер ету жоқ. Бірақ біз кейбір факторларды бақылай аламыз. Тамақтану, салмақ, стресс, бұлар біздің қолымызда. Миоманың түрлері. Бұл маңызды. Миома қай жерде орналасқан, соған байланысты белгілер мен емдеу әртүрлі. Біріншіден, субмукозды миома, жатыр ішіндегі кушусқа жақын, эндометрийдің астында. Бұл ең нашар түрі. Себебі ол етеккірге, бала көтеруге ең көп әсер етеді. Көп қан кетуге әкеледі. Бедеурікке себеп болуы мүмкін. Екіншіден, интрамуральды миома. Жатыр қабырғасының ортасында ең жиі түрі. Жалпы миоманың 60% осы.
үлкейсе итеккірге ауруға әсер етеді. Үшіншіден, субсерозды миома, жатырдың сыртқы беткейінде, жатырдың сыртына қарай өседі. Бұл әдетте итеккірге әсер етпейді, бірақ үлкейсе көрші мүшелерге қысым жасайды, қуыққа, ішекке. Төртіншіден, аяғы бар миома. Кейбір субсерозды миомалар аяқшамен жатырмен байланысқан. Кейде бұл аяқша бұралып қалуы мүмкін, өткір ауру, жедел жәрдем керек. Бесіншіден, көп миомалы жатыр. Бір жатырда бірнеше миома, кейде 10-15, әртүрлі көлемдегі. Бұл өте жиі жағдай. Миоманың көлемі. Дәрігерлер миоманы жүктілік аттамен өлшейді. Қызық, иә? Себебі үлкейген жатыр жүктілікке ұқсайды. Сондықтан миома мен жатыр 6 апталық жүктілік мөлшерінде дегенді естуіміз мүмкін. Сонымен қатар сантиметрмен өлшейді. Кішкене 1-2 сантиметр, орташа 3-5 сантиметр, үлкен 5-10 сантиметр, алып 10 сантиметрден көп. Енді ең маңыздысы миоманың белгілері. Көп әпке апа белгілерді елемейді, жасыма байланысты деп ойлайды. Шынында миома болуы мүмкін. Қандай белгілерге назар аудару керек? Бірінші белгі – қанаудың өзгерістері. Бұл ең жиі белгі. Тым көп қан кетуі. Бұрын 6-8 күн болатын, енді 10 күн жалғасады. Бұрын аз қан болатын, енді өте көп. Прокладкалар мен тампондар 8 сағаттан көп ұстамайды. Көп қан кету анемияға келеді. Әпке апа, шаршадым, әл-дәрмен жоқ дейді. Себебі миомадан көп қан кетеді. Қан азаяды. Тұқылар, қан түйіндері шығады. Кейбірі өте үлкен, алмадай. Бұл өте маңызды белгі. Циклдар арасында қанау. Итеккір бітті, 10-15 күннен соң тағы аз қан көрінеді. Миома белгісі болуы мүмкін. Менопаузадан кейінгі қанау. Бұл ең қауіптісі. Менопаузадан соң миомалар кішіреюі тиіс, бірақ кейде қанау жалғасады. Бұл гинекологқа дереу баруға себеп. Кейде жатыр қатерлі ісігінің белгісі болуы да мүмкін. Екінші белгі – кіші жамбас алмағында ауру. Көп әпке апа осыдан зардап шегеді. Тұрақты ауру. Іш астында, белде, артқа қарай, аз ғана немесе қатты, сезіледі, бір нәрсе бар. Итеккір кезіндегі қатты ауру. Бұл жиі. Көп әйел қалыпты деп ойлайды. Жоқ, қатты ауру табиғи емес. Қатынас кезіндегі ауру. Әсіресе үлкен миомалар болса. Жұбайыңызбен қарым-қатынас қиын болады. Кенеттен қатты ауру. Бұл аяқша бұралуы болуы мүмкін. Жедел жәрдем керек. Үшінші белгі. Қысым мен жайылу сезімі. Миома үлкейгенде көршілес мүшелерге қысым жасайды. Жиі дәретке тұру. Миома қуыққа қысым жасайды. Қуық кішірейеді. Жиі тұруға тура келеді. Әсіресе түнде. Дәретте шығу қиындау. Кейде мүлдем шықпайды. Миома уретраны қысып тұр. Іш қату. Миома ішекке қысым жасайды. Геморрой. Миома арт жаққа қысым жасайды. Бел ауруы. Миома нервтерге қысым жасайды. Аяқ ісінуі, варикоз. Миома қан тамырларына қысым жасайды. Төртінші белгі – ішінің өсуі. Үлкен миомалармен іш үлкейеді, жүкті сияқты. Кейбір әпке апа семірдім ғой деп ойлайды. Шынында жатыр үлкейген, миомамен. Бесінші белгі – анемия. Жоғарыда айттым, көп қан кету, қан азаюы. Шаршағыштық, әлсіздік, бас айналу, тыныс жетпеу, тырнақтың сынуы. Алтыншы белгі – бедеулік немесе жүктілік мәселелері. Кейде миома бала жасауға кедергі. Әсіресе субмукозды миома. Себебі ұрық жатырға қонақтай алмайды. Немесе ұрық қонақтаса да, миома жатыр кеңеюін шектейді, сүк болуы мүмкін. Сонымен қатар бедеулік себебі болуы мүмкін, жүкті бола алмайды. Жетінші белгі – анық белгі жоқ. Міне, осы қызық жағдай. Көп әйелде миома бар, бірақ ешқандай белгі жоқ. Кездейсоқ ультрадыбыс жасағанда анықталады. Шынында миомалардың жартысы дерлік ешқандай белгі бермейді. Сондықтан жыл сайын гинекологтың тексеруіне бару керек. Енді жас үлкен әпке апаларға арналған ескерту. Менопаузадан кейін миомалар әдетте кішірейеді. Эстроген азайды, миома да азаяды. Бірақ кейбір жағдайларда менопаузадан кейін миома өсуі мүмкін. Бұл өте маңызды белгі. Себебі бұл миоманың қатерлі айналуын білдіреді. Сирек, бірақ болады. Немесе басқа аурудың, саркома белгісі болуы мүмкін. Сондықтан, егер сіз менопаузаға өткен болсаңыз, бірақ миома өсуде, дереу гинекологқа толық тексеру керек. Тағы бір маңызды нәрсе – менопаузадан кейін қашан ал.
Жатырда миома болса, ол кішірею керек, қанау тоқтауы керек. Бірақ кейде қанау жалғасады. Бұл өте маңызды белгі. Жатыр қатерлі ісігі болуы мүмкін. Дереу гинекологқа. Енді миома қалай диагностикаланады? Бірінші, гинекологтың қарауы. Дәрігер сізді тексереді. Қолмен жатырды сезінеді. Көп жағдайда миоманы сезеді. Әсіресе үлкен миомаларды. Екінші, ультрадыбыс. Ең негізгі диагностика. Жатырдың, аналық бездердің көрінісі миоманы көреді. Көлемін өлшейді. Қанша миома бар есептейді. Қай жерде орналасқан анықтайды. Ультрадыбыс қарапайым әрі ауырмайды. Жыл сайын әр әйел жасатуы тиіс. Үшінші, МРТ. Ультрадыбыс жетіспейтін жағдайларда дәл анық суретті көрсетеді. Кейде операцияға дайындалу үшін қажет. Төртінші, гистероскопия. Жатырдың ішіне кішкене камера кіргізеді, тікелей көру. Қажет болса, кішкене миоманы бірден алып тастауға болады. Бесінші, анализдер. Қан, гормондар, анемия бар жоғын анықтау, гормондар деңгейі. Алтыншы, биопсия, гистологиялық анализ. Күмән болса, миома ма әлде қатерлі ісік пе? Енді миоманы қалай емдейді? Бұл өте маңызды бөлім. Көп жолы бар. Бірінші тәсіл – бақылау. Кейде ештеңе істемейді, тек бақылайды. Қашан бұл тәсіл қолданылады? Егер миома кішкене болса, белгі бермесе, итеккірге, өмір сапасына әсер етпесе, жасы үлкен әпке апа болса, менопаузадан кейін миома кішірейеді. Бұл жағдайда жыл сайын ультрадыбыс. Миома өсуде ме, жаңа белгілер пайда болды ма? Жоқ болса, жалғастыру. Көп әпке апа қорқады. Менде миома, оны алу керек дейді. Жоқ, әрқашан емес. Кей миомалар өмір бойы кішкене қалпында тұра алады, зиян келтірмей. Екінші тәсіл – дәрі-дәрмекпен емдеу. Гормондық дәрі-дәрмек. Эстрогенді басады, миома кішірейеді. Қандай жағдайларда? Кішкене, орташа миомаларда. Операциядан бұрын дайындық ретінде. Менопаузаға жақын әпке апаларда. Менопаузаға дейін итеру, менопаузадан кейін миома өзі кішірейеді. Кемшіліктер. Менопаузаны жасанды түрде шақырады. Ыстық толқындар, ұйқысыздық. Қысқа мерзімде ішу 6-12 ай. Кейін миома қайтып келе бастайды. Сондай-ақ кейбір контрацептивтер де миоманы кішірейтеді. Гормондық спираль. Жоғары тиімді этеккірді тоқтатады, миоманы тоқтатады. Бірақ тек дәрігердің кеңесімен. Үшінші тәсіл – миомэктомия. Жатырды сақтап, тек миоманы алып тастау операция. Қашан қолданылады? Жас әйелдер, бала тағы көтергісі келетіндер, жатырды сақтап қалу маңызды. Қалай жасалады? Бірнеше әдіс бар. Лапароскопия, кішкене тесіктер арқылы. Қазіргі заманның дамыған әдісі, жара аз, қалпына келу жылдам. Гистероскопия, субмукозды миомалар үшін. Жатыр ішіне камера. Миома қынап арқылы алынады, жара жоқ. Ашық операция, үлкен миомалар, үлкен жара. Бірақ кейде басқа жол жоқ. Кемшіліктер. Кей жағдайда миомалар қайтып пайда болуы мүмкін. Тағы операция керек болуы мүмкін. Сондай-ақ жатырда тыртықтар қалады. Болашақ жүктілік кезінде қиыншылық тудыруы мүмкін. Төртінші тәсіл – гистерэктомия. Бұл жатырды толық алып тастау операция. Қашан қолданылады? Үлкен миомалар, көп қан кетуге әкелетін миомалар, дәріге берілмейтін жағдайлар, менопаузаға жақын, немесе менопаузадан кейінгі әпке апалар, бала тағы көтеру жоспарланбаған. Гистерэктомия – соңғы шара, бірақ кейде қажет. Көп әпке апа жатырды кесу әйелдік қасиетті жоғалту деп ойлайды. Бұл қате ой. Жатыр бала үшін. Әйелдік қасиет әйел өзінде. Жатырды алып тастаған әйел болып қалады. Сонымен қатар, гистерэктомиядан кейін көп әпке апаның өмір сапасы жақсарады. Бұрын үнемі ауру, көп қан кету, шаш ағыштық. Содан кейін барлық мәселелер кетті. Көңіл-күй жақсы, энергия қайтты. Бірақ егер гистерэктомия кезінде аналық бездер де алынса, менопаузаны жасанды түрде шақырады. Бұл басқа мәселе. Дәрігермен ашық сөйлесу керек. Нені алып тастайды? Бесінші тәсіл – миома артериясын эмболизация. Заманауи әдіс. Миоманы қоректендіретін қан тамырын тығындайды. Миома қаншамен оттегі алмай кішірейеді. Артықшылықтары: операция жоқ, жатыр сақталады, тез қалпына келу. Кемшіліктері: барлық клиникаларда жасалмайды, қымбат, кейде қайта қайтып келеді. Алтыншы тәсіл – фуз аблация.
Жоғары жиілікті ультрадыбыспен миоманы қыздыру. Миома жасушалары өледі. Кесусіз, жара жоқ. Бұл жаңа технология, барлық жерде жоқ. Бірақ жас әйелдер үшін болашағы бар әдіс. 7-ші тәсіл, табиғи көмек. Бұл толық емес, бірақ басқа емдеу әдістермен бірге пайдалы. Дұрыс тамақтану. Қызыл ет аз, көп жасыл көкөніс. Балық, жаңғақ, кофеинді азайту. Артық салмақты жою. Эстроген азаяды. Стрессті басу. Гормондар тұрақтанады. Темекіні тастау. Алкогольді азайту. Витамин D ішу. Көп зерттеу көрсетті, витамин D миоманың өсуін баяулатады. Жаяу жүру, қозғалыс гормондарды тұрақтандырады. Енді ең жиі қойылатын сұрақтарға жауап берейін. Менде миома табылды, қорқу керек пе? Жоқ. Миома қатерлі ісік емес, емделетін. Бірақ гинекологтың кеңесінен ауытпаңыз. Тұрақты тексеру. Миома өзі өте ме? Менопаузадан кейін жиі, бірақ толық жоғалмауы да мүмкін, кішірейеді. Жатырды кесу керек пе? Әрқашан емес, тек ауыр жағдайларда. Көп жағдайда жатыр сақталады. Миомамен жүкті болуға болады ма? Иә, көп жағдайда. Бірақ гинекологпен дайындық алу керек. Миомамен қатынас жасауға болады ма? Иә, бірақ ауру болса гинекологқа. Жатыр кесілсе әйел болып қалам ба? Иә, әрине. Әйелдік қасиет жатырда емес. Жатыр бала үшін. Әйелдік өзіңізде. Менопаузаға дейін көп жыл бар. Не істеу керек? Тұрақты бақылау, дұрыс тамақтану, стрессті басу, артық салмақты жою. Менопауза болды, миома кішірейеді ме? Әдетте иә, бірақ кейде өседі. Бұл жағдайда дереу гинекологқа. Қыл тамақтар миомаға зиян. Қызыл ет көп, қанатсыз тамақ, алкоголь, тәтті, кофеин. Қандай тамақтар миомаға пайдалы? Жасыл көкөніс, балық, жаңғақ, бал, гранат, қарақат, брокколи. Енді мен сіздерге өмірлік мысалдар айтайын. Бір апа келді, 48 жасында. Шағымы тым көп қан кетуі, әлсіздік, бас айналу, гемоглобин 7, анемия. Тексердім. Жатырда көп миома. Ем үлкені 6 сантиметр. Гормондық дәрі тағайындадым, темір препараттарын. 6 ай өттік, қан кету азайды, гемоглобин көтерілді, миомалар кішірейді. Менопаузаға 1-2 жыл қалды. Күтеміз. Кесусіз шешілсе, тамаша. Тағы бір мысал. Жас әйел 35 жасында, бір баласы бар. Тағы көтергісі келеді. Бірақ жатырда үлкен субмукозды миома, бедеулік, көп қан кетеді. Лапароскопиялық миомэктомия жасады. Миома алынды, жатыр сақталды. Жарты жыл қалпына келу. Сосын жүкті болды. 9 ай нормальны, дені сау бала. Үшінші мысал. Әкке 60 жасында. Менопаузадан соң 5 жыл. Кенеттен қан көрді. Тексердім, миома өсіп жатыр. Қарапайым емес. Дереу операция. Гистологиялық анализ қатерсіз, бірақ қауіпті өсу үлгісі бар. Жатырды толық алып тастады. 1 жыл өтті, әкке сау, қанау жоқ, энергия жақсы. Мен басқа адам болдым дейді. Сондықтан назар аудару керек. Әсіресе менопаузадан кейін қанау болса. Енді миомадан қалай қорғану керек? Толық кепілдік жоқ, бірақ қаупін азайтуға болады. Бірінші, салмақты бақылау. Артық салмақ, эстроген көп. Эстроген миоманы өсіреді. Екінші, дұрыс тамақтану. Көп жасын көкөніс, балық, жаңғақ, қызыл ет аз. Жасанды гормондар бар тағамдардан бас тарту. Үшінші, қозғалыс. Күн сайын жаяу жүру, спорт. Төртінші, стрессті басу. Бесінші, темекіні тастау, алкогольді азайту. Алтыншы, витамин D деңгейін бақылау. Жетінші, жыл сайын гинекологқа. Ультрадыбыс. Ерте анықтау, жеңіл емдеу. Сегізіншіден, гормондық дәрілер тек дәрігерінің кеңесімен, өз бетімен ішпеу. Тоғызыншыдан, экологиялық таза өнімдер. Пластиктен сақтану. Тамақты пластикта қыздырмау. Оныншыдан, дұрыс контрацепция, гинекологпен таңдау. Қайталанатын миома. Көп әйел. Бір рет миоманы алып тастадым, енді қайтып келеме дейді. Иә, мүмкін. Әсіресе миомэктомиядан кейін. Жатыр сақталған, гормондар сол. Жаңа миома пайда болуы мүмкін, сондықтан
Операциядан кейін де жыл сайын бақылау керек. Қажет болса, тағы емдеу. Маңызды кеңестер. Бірінші, миома табылса, қорқудың қажеті жоқ. Бұл жиі ауру, емделетін. Екінші, гинекологтың кеңесінен ауытқымау. Жыл сайын тексеру, қажет болса жиі. Үшінші, белгілерді елемеу. Көп қан кету, тұқылар, қатты ауру. Бұлар табиғи емес, дереу гинекологқа. Төртінші, өмір салтын дұрыстау, тамақтану, спорт, стресс. Бесінші, отбасылық тарихты білу. Анаңызда, әпкеңізде миома бар болса, сізге де қаупі бар. Жасырақ тексерілуді бастаңыз. Алтыншы, менопаузадан кейінгі қанау өте маңызды белгі. Дереу гинекологқа. Жетінші, дистерэктомиядан қорықпау. Кейде бұл ең дұрыс шешім. Өмір сапасы жақсарады. Сегізіншіден, заманауи әдістерді қарастыру. Артерия эмболизациясы, фуз аблация, лапароскопия. Барлық мүмкіндіктерді біл. Тоғызыншыдан, екінші пікір. Бір дәрігер жатырды кесу керек десе, басқа дәрігерден де сұраңыз. Кейде басқа жол бар. Оныншыдан, өзіңізге қамқорлық. Денсаулық ең қымбат. Бұл видеоны қорытындылайын. Жатыр миомасы өте кең таралған ауру. Әр 4-ші әйелде. Қатерсіз ісік, қорқудың қажеті жоқ. Қандай белгілерге назар аудару керек? Біріншіден, тым көп қан кету, қалыпсыз қанау. Екіншіден, кіші жамбас аумағында ауру. Үшіншіден, көршілес мүшелерге қысым, жиі дәрет, іш қату. Төртіншіден, іштің өсуі. Бесіншіден, анемия. Алтыншыдан, бедеулік мәселелері. Жетіншіден, менопаузадан кейінгі қанау ең қауіптісі. Қалай қорғану керек? Біріншіден, жыл сайын гинекологқа. Екіншіден, ультрадыбыс тексеру. Үшіншіден, дұрыс өмір салты. Төртіншіден, отбасылық тарихты білу. Бесіншіден, белгілерді елемеу. Қалай емделеді? Кішкене миомалар бақылау. Орташа дәрі-дәрмек немесе кішкене операциялар. Үлкен операция. Менопаузаға дейін бақылау. Бір нәрсе анық, миома елемеуге болмайтын ауру. Бірақ қорқудың да қажеті жоқ. Бұл шешілетін мәселе. Жасырмаңыздар, гинекологтан қашпаңыздар. Ертерек анықтау, жеңіл емдеу. Кеш анықтау, қиын емдеу. Әсіресе жасы үлкен әпке-апаларға менопаузадан кейін де гинекологқа баруға міндетті. Кенеттен қан көрсеңіз, бір тамшы дереу. Бұл өмір сақтайтын ереже. Қыздарымыз бен келіндерімізге де айтыңыздар. Олардың денсаулығы сіздердің бақыттарыңыз. Білгенді үйретіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін зор рахмет. Сіз бүгін көп білім алдыңыз. Жатыр миомасы туралы, себептері туралы, белгілері туралы, емдеу әдістері туралы. Маңыздысы әрекет ету. Бұл видеоны көрген соң өзіңізге уәде беріңіз. Жыл сайын гинекологқа ультрадыбыс жасатамын. Белгілерді елемеймін. Бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Мен сіздерге арналған тағы көп пайдалы видеолар дайындап жатырмын. Пікір қалдырыңыздар. Өз ер тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздің сөзіңіз басқа әпке-апаларға көмек болуы мүмкін. Әпке-апаларымызға, аналарымызға, қыздарымызға осы видеоны жіберіңіздер. Бұл әр әйелге қажет ақпарат. Сіздің жіберген видеоңыз көп әйелдің денсаулығын сақтай алады. Аман болыңыздар, денсаулық толы болсын, отбасыңыз тыныш болсын. Алла тағала барлығымызға, әсіресе апа-әпкелерімізге жақсы денсаулық, ұзақ өмір, бақыт бере көрсін. Әр әйел сау болсын, әр отбасы сау болсын. Келесі кездескенше қош болыңыздар. Мен Гүлназ, дәрігер. Қайта кездескенше.